Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін сіздермен бірге өзіміздің бақшадан жиналған қиярлардан тұздалған қияр жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен жуып тазаланып алынған қиярлар, қызанақ, чеснок, вишняның жапырағы, хрен жапырағы, укроп, тұз, уксус, перец және де лавр жапырағы и банкалар қажет болады. Банкаларымызды алдын ала жуып тазалап паритетіп аламыз. Содан кейін ең бірінші хрен жапырағымызды осылай кесіп саламыз, немесе бөлмей бүктеп салсаңыз да болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Хрен жапырағынан кейін укропымызды саламыз. Укропымыздан кейін осылай басын кесіп тастап, вишня жапырағын саламыз. Ол огурцларды қытырлақып шығарады. Одан кейін лавр жапырағын, 8-9 дана қара бұрышты, содан кейін 3 дана чесногымызды салып аламыз. Содан кейін огурцларымызды біртіндеп салып бастаймыз. Барлығын тығыздап, плотно қылып салып шығамыз. Содан кейін огурцыдан кейін кішкене қызанақтарымыздан, черри қызанағымыздан 2-3 салып жібереміз. Болды. Осылай банкілеріміздің барлығын салып дайындап аламыз. Содан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды саламыз. Осылай крышкаларымызды мен только қайнап тұрған ыстық суға салып аламын. Оларды қайнатудың қажеті жоқ. Банкілерімізге қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, 20 минутқа бетін крышкамен жауып қойып қоямыз. Барлығын осылай 20 минутқа қалдырдым. 20 минуттан кейін келіп, осында ішіндегі бірінші суын төгіп тастаймыз. Содан кейін 2 литрлік банкіге 2 үлкен ас қасығымен тұз, ал 1 литрлік банкілерге 1 ас қасық тұз салып шығамыз. Содан кейін барлығына 1 шай қасықпен уксус салып шығамыз. Содан кейін тағы да қайнап тұрған ыстық суымызды банкілерімізге құйып шығамыз. Дәл осылай жапсаңыз, банкілеріңіз мүлдем атылмайтын болады. Осылай, содан кейін закрывашканың көмегімен бетіндегі крышкасын жауып шығамыз. Міне біздің банкымыз дайын. Қыстың қамын жазда ойла демекші. Мен ұсынған метод бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Салтанат.